Армысыздар, құрметті көрермендер. Есімім Дулат Сұлтанбек, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студентімін. Бүгін мен сіздерге 6-шы сынып қазақ тілі пәніне негізделген панорамалық сабақ өткіземін. Екінші бөлім ұлттық және отбасылық құндылықтар бөліміне негізделген. Бірінші, екінші сабақ ұлттық құндылықтар ел қазынасы тақырыбы. Саяхат сабақ форматына негізделіп өткіземіз. Жалпы сабақтың мақсаты, оқу мақсаты, тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру. Екінші мақсатымыз әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып қарапайым жоспар құру. Өн бойына қойылатын бағалау критерийлері. Тыңдалым, жазылым тапсырмалары бойынша негізгі ойды анықтап, негізгі ойға дәлелдер келтіріп, өмірмен байланыс жасайды. Тірек сөздерді орынды қолданып, сюжетті суреттердің желісі бойынша жоспар құрып, қысқаша мәтін жазады. Қысқа мерзімді жоспарға негізделген сабақтың басы, сабақтың ортасы, сабақтың соңы терминдерін саяхат басы, саяхат ортасы, саяхат соңы деп алсақ болады. Және де оқушыларға сабақтың басында біз саяхатымыздың жылқы 4 түлік малымыз, ұлттық құндылығымыздың бірі жылқымен саяхат жасаймыз деп айтамыз. Ал енді саяхат басы ең алдымен салт дәстүрлерге саяхат жасаймыз. Ең алдымен оқушыларға ой түрткі сұрақтарын қоямыз. Қазақтың қандай салт дәстүрін білесіздер? Салт дәстүрде айтылатын қандай өлең жырларды білеміз деген сынды. Және де шашу дәстүріне саяхат жасайтындығымызды айтып, қысқаша анықтама келтіреміз. Шашу дегеніміз қуаныш айғағы ретінде жасалатын өте сұлу да салтанатты дәстүр. Шашу бала туылғанда, тұсау кескенде, баланы сүндетке отырғызғанда, келін түскенде, күйеу келгенде, отау көтергенде, алыс сапардан жолаушы оралғанда, жақсылық күндерде, тағы басқа зор қуанышты күндерде құрт, ірімшік, өрік мейіз, тәтті кәмпиттер шашылады. Шашылған шашуды жастар, балалар теріп алады. Анықтаманы айтқаннан соң оқушыларды топқа біріктіреміз. Яғни балалар, бүгін біз бұл дәстүрді орындап, шашу шашамыз. Балалар шашуды теріп алып, шаттық шеңберге тұрады. Онда жазылған тілектерді бір-бірлеріне тілеп, кәмпиттің түсіне қарай 2 немесе одан да 3-4 топқа бөлсек болады. Көріп тұрғандарыңызда біз бір әдіс тәсіл арқылы 2 тапсырманы орындатамыз. Бірінші, шаттық шеңберге тұрғызып, жақсы атмосфера тудырсақ, екіншіден келесі саяхат ортасы біз киіз үйге саяхат жасаймыз. Бұл уақытта біз тыңдалым тапсырмасын орындаймыз. Асын 3 кезеңге бөліп қарастырамыз. Тыңдалым алды, тыңдалым тапсырмасы және тыңдалымнан кейінгі тапсырма. Тыңдалым алды тапсырмасында біз ой қозғау сұрақтарын қоямыз. Киіз үй жайлы не білеміз, киіз үйдің құрал жабдықтарын білеміз ба деген сынды. Одан соң тыңдалым тапсырмасын орындатамыз. Көріп тұрғандарыңыздай сілтеме арқылы ғаламдар жүйелісінен бұл бейне материалды таба аласыздар. Осы бейне материалды көріп болғаннан соң тыңдалымнан кейінгі тапсырманы орындатқызамыз. Бірінші топқа берілетін тапсырма бейне материалдан көрген мағлұматқа сүйене отырып, Вен диаграммасын толықтыр. Бірінші бағанға киіз үй айырмашылықтарын, үшінші бағанға киіз үй қазіргі үйдің айырмашылықтарын жазады. Және де ортасына 2 үйдің ұқсастықтарын жазады. Бұл тапсырмаға қойылатын бағалау критерийі айырмашылығына кем дегенде 4 дәлел келтіре алады, ұқсастықтарына кем дегенде 4 дәлел келтіре алады, ойларын нақты жеткізеді. Тапсырма екінші топқа берілетін тапсырма бейне материалдан көрген мағлұматқа сүйене отырып, кестені толықтыр. Бірінші бағанда киіз үйдің негізгі бөлшектері бар, екінші бағанға сол бөлшектерінің атауын жазса, үшінші бағанға киіз үйдегі орны мен қолдану мақсатын жазатын болады. Бұл тапсырмаға қойылатын бағалау критерийі суретке қарай отырып киіз үйдің негізгі бөлшектерінің атауларын таба алады, киіз үйдің негізгі бөлшектерінің киіз үйдегі орнын дұрыс анықтайды және де киіз үйдің құрылымын жетік меңгеру арқылы өзінің айшықты ойларын білдіріп, кестені толықтырады. Ортасы біз келесі ұлттық ойынға саяхат жасайтын боламыз. Біз бұл ұлттық ойында жазылым тапсырмасын орындаймыз. Жазылым тапсырмасын 2 кезеңге бөліп қарастырамыз. Бірінші жазылым алды тапсырма және жазылым тапсырмасы. Жазылым алды тапсырмада оқушыларға ой түрткі сұрақтарын қоямыз. Оқушылар қандай ұлттық ойындарды білеміз, қандай ұлттық ойындар ақыл ойды дамытуға бағытталған, ат үстінде ойналатын қандай ұлттық ойындарды білеміз. Келесі осы
ой түрткі сұрақтарынан кейін жазылым тапсырмасы орындалады. Яғни бізге мына жерде екі қоржында белгілі бір ұлттық ойындардың құрал жабдықтары берілген екен. Сол құрал жабдықтарды таңдап, құрал жабдықтың қай ұлттық ойынға тиесілі екендігін анықтап, бұл ұлттық ойынның тәрбиелік мәні атты тақырыпта тірек сөздер мен сюжетті суреттерге назар аудара отырып жоспарлы мәтін жазамыз. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, біз оқушыларға үш ресурс береміз. Бірінші, ұлттық ойынға тиесілі құрал жабдықтар болса, екінші, сюжетті суреттер, үшінші, тірек сөздер. Мысалы, ұлттық ойын, наурыз мерекесі, алғырлық, қызықты, қарсылас деген сынды. Және де оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында қоржында асық ойыны арқылы таңдауға мүмкіндік жасасаңыздар болады. Яғни, кім бірінші асыққа дөп тигізсе, сол таңдау мүмкіндігіне иеленеді деген сынды. Қойылатын бағалау критерийі сөз көлемі 90-100 сөзді сақтайды, хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдерді орынды қолданады, әңгімеге тақырып қойып, жоспар құрып, құрылымын сақтап, диалог қатыстырады, тірек сөздерді орынды қолданып, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрайды. Соңы, яғни саяхат соңы біз ұлттық киімге саяхат жасаймыз. Ой түрткі сұрақтары: қандай ұлттық киімдерді білесіздер? Ұлттық киімдеріміз жайлы не айтар едіңіздер? Қазіргі уақытта ұлттық киімдеріміз қаншалықты киіліп жүр? Осы сұрақтарға жауап алғаннан соң рефлексия жүргіземіз. Балалар, ұлттық киімдеріміз тек қана наурыз, айт, тағы да басқа мейрамдарымызда ғана киіледі. Сол себепті бүгін біз сандығымыздың түбінде жатқан ұлттық киімдерімізді алып, оны өңдеп, бірінші сабақтан алған әсерімізді жазып, сабағымыздың төріне ілейік. Бағана айтып кеткендей, бұл бірінші сабақтың қысқа мерзімді жоспары. Яғни оқушыларға бірінші эскизін береміз, ұлттық киімдердің. Оқушылар оны өңдеп, қалағанша бояп, әсемдейді, және де артына сабақтан алған әсерін жазып, сынып. Үй тапсырмасы. 10-шы тапсырма, 27-ші бет. Қазақ халқын, сыныптас достарыңды қазақтың әз наурызы немесе Қазақстан халқы тілдері күні тақырыбында ұлттық құндылықтарды қатыстыра отырып құттықтау хат жазыңдар. Яғни шығармашылық тапсырма, шығармашылыққа баулу негізінде ашық хат ретінде жасасақ та болады. Нарамалық сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.